Егер сіз 2024 жылы ИП арқылы декретке шығатын болсаңыз, онда сізге ай сайын 4 түрлі платеж, яғни 4 түрлі төлем төлеу қажет болады. Қазір әрқайсының қалай төлеу керектігін және қанша төлеу керектігін айтамын. Оларды төлеу үшін сіздерге Каспи приложениесіне кіру қажет. Каспи приложениесіне кіреміз. Мына жерде платежи деген таңдаймыз. Мына жерде все платежи деген таңдаймыз. Мына жерде штрафы налоги деген таңдаймыз. Мына жерде платежи для ИП деген таңдаймыз. Енді бізде ең бірінші обязательный пенсионный взносы. Максималды декретке шығу үшін 2024 жылы сіз өзіңізге 670 000 теңге зарплата, яғни жалақы ұсынасыз. Обязательный пенсионный взносы бұның 10%-ын құрайды, яғни сіз обязательный пенсионный взносы 67 000 теңге төлейсіз. Келесі социальное отчисление. Социальное отчисление 2024 жылы сіздер 20 825 теңге төлейсіздер. Келесі взносы медстрахования. Бұл жерде сіздер 5950 теңге төлейсіздер. Және обязательный пенсионный взнос работодателя бұл 1,5%, бұған 10 050 теңге төлейсіздер. Сонда сізде барлық сума 103 825 теңгені құрайды. Сонымен қоса 3% доходтан налог төлейсіз, яғни 1,5% ИПН, 1,5% СН, яғни социальный налог. Социальный отчисление сіздерде көп болғандықтан, сол социальный отчисленияның сумасын социальный налогтан алып тастауға болады. Сонда сізде 1,5% ғана қалады. Ал енді осы платеждан барлығын төлеп отырсам, декретный ақша қанша аламын деген сұраққа жауап берсем, бұл сұраққа өте қарапайым тілмен жауап берсем, яғни жуықтап алғанда сіз өзіңіздің салған, яғни төлеген сумаңызды 2 есе қылдырып қайтаратын боласыз. Мысалы, 5 айға 100 000-нан 500 000 теңге салсаңыз, онда сіз 1 000 000 теңге қылдырып дарадағой ақшаңызды аласыз. Мінекей дәл осылай декреттік төлемдерді төлеуге болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер және менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Рахмет.